Ошондай шейниктен сейсең, достар, хәтәр тәмле була. Кырда кайнаган сей нык тәмле. Особенно ошондай бысырак шейниктан. Бында мен халып завариттем карагат япрагы, целый бир ботак халдым. О, хәтәр сей тәмле олай. Кстати, мына кухмастердан алган печенье, evet, мына вишневые тарталетки. Был тегене курабье. Вообще такой вкусный, оказывается, бляха-муха. Вообще капец нық тәмле. Қарағыда менде матур гына олай, нық нежный, нық тәмле. А сейчас, достар, я вам покажу, как Альберт надувает матрас. Қарағыд, палаткасына ятып алғанда, яна надувать-то матрас. Потому что он ұтқан аларға, неметен, насос ман? Вот. Засеки время-то меня это. Мне нужно надувать там 1 минута. Утте 10 минут, достар. И матрас хаманда еще не надутый. Не моя халим битмай. 1 минута надувать там 3 минуты. Давай. Ты же я тут надувать-то что ли? Матрас-то нам дома вообще. Все, короче, достар, матрас надули. Альберта надувать-то 1 минутысында. Короче, всегда знай, что это там мой воздух. В матрасе, да? Да, через мои легкие прошли. Давай, шуруй, давай. Тут шерге. Мана біздің ошында пляж бітінде. Аслы көлдің хауы вообще кипкен. Ярдарынан кипкен. И прикиньте, мана қарағы несі хай. И ошылай хай, это достат. Бары дәрәт метров 10, чтоб меня был по пояс. Представляете, Маша? Балаларға бұл түшіргер хейбәтінде. Бұнда балалар рахатланып өтішалар. Во-первых, потому что хай, и во-вторых, бұнда түгі песок, вообще уақына песок. И хауы просто нық елынған, как будто елытқандар міне специально хейбәт. И шуның арқасында бұнда семьялар келелерінде в основном бәләкей балалар. Уже кішілер әлі палаточный городоқты төгіп қойғандар бұнда. Мазгелі бұташылар ял етәлер. Балалары рахаттәлі бала юғылышын жүрген. И нифига тәрән түгел, можно спокойно балаларға үйбәрді. Самый тәрән, ана қамыштарды өтіп кеткескен, ана шунда ғана башлана тәрән ұрып. Ана көрәуін сөзілі, рахат, ой малатсы, вообще круто. Еректе кеткенсі мене. 10 ел тамы назад біз бірінші тапқыр бұнда келгенде, Альберт вообще қамыштар арасында ұқтаны. Ысын шайылды, қымыз үстілі қамыштар арасында ұқтаны. Қазір мен сізге көрсетем, несек хау ярынан кеткен. Қарағыз. Қазір мына хаудан сықтым. Раз. И примерно қана өзіңді. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ой, я ходай, короче. Ода қанарға. Вот қарағыз. Мына осында хау енелік. И ана біздің машина тұры. Шуында қаттым, представляете, мәлік хау енем. Короче, достар, она қарағыз, ошындай какой-то бір урман арахына оша юл еніп кетті, очень такая узкая и очень опасная. И навигатор бізді шулай апара, что типа біз кетіп парабыз водопадқа. Кері сығайық дегенік, представляете, біздің арттан 2 машина кетіп пара. И қазір бізге страшно. Вдруг это вообще бандиты бізге завели әлі қайда, достар. Если что, ищите меня Аслы көліргенде урмандан, блин. Ямғыр яғы, достар, бұнда ине болмай, yol вообще қорқыныз. Ана ботақ бес машина сыйып кетті. Блин, короче, бұнда дур машина инердік түгіл, бес машинағызда ботақтар сыйып кетті. Мен бажы, бұнда, короче, Альберттің машинаны бес ботақтар сыя. Альберт мені сығары берді, чтоб мен ботақтарды убирала, представляете ме? А бұнда вообще капец тіке. Почему я вообще ботаки должна убирать? Я просто терла. Все, давай. Ае, бляха, муха, бля. Все, короче, меня қалдырдылар, достар. Ана қарағыз. Менің артымда ана өлінсе машина тоже мініп келелер. Короче, меня қалдырдылар. За мной, давайте, за мной. Ой, блин. Опа. Бұнда тавашын айрады. Бұнда ұрман.
Halım bitti bile. Üşüyüşükті bir tane. Вот ты, блин, даешь, ай? Я бакат, мен де тұттан орын yok бақам. Кстати, баяғы бір адаштық. Біздің навигатор әлі қада тау башына алып кетті. Представляете ме? Юрі тұрғас. Сол ауылдың іргендігін акасты болған екен келдік. Үстен төше баяғы бір адашы өрілік бетінде. Именно мына шул жерде адашы өргенде таудан барып, шунда барып, қайда сыға водопадтығы нейінден барырға болады. Имеется в виду. Икінсі ю аша урап таудар аша. Айталар, что был водопадтың суы шарламаның, суы омолаживающий. Вот қазір проверим, продегустируем. Давайте, достар, келуін келгіз, обязательно бұл ғылға юынып қарайбыр, хәт үсіп қарайбыр. Несі құламыз? Очень круто! Ой, вообще классно! Бүтәнімді ердері, бүтай құлдарым берелер, әмия мұнай, ер құлды бермені қарағыз. Бахыр тапышкам. Нап тайғала. Вообще очень опасное место. Но круто. Ну, қарағыды енді. Если бір күнден унешке яшармайхан, значит, алдағандар. Что был омолаживающий эффект берем. Очень круто. Дорогие подписчики, сегодня у нас на обед деликатесное блюдо доширак. Очень вкусный и очень острый. Вот острый ойынын башы. Әлі бұрысы өсіндейді бөрі. Біз решили достар дашарға шайды қайтып кетеді. Біздің үшін ғылымны қайд. Біздің хымақ морштарға, әлгі тәмменің хымақ морштарға ғылымны қайд. Мұнда балаларға ғана шады. Короче, бұнда кехәгі достар, обязательно өтегін не епкілегі. Шатер или тент. Потому что тут просто адское пекло. Вот тек утрахан, и жерде утрахан. Әрі қаттар пөтушам тең 5 километр аттар керек. Өскен кешеге конечно да көңілді. Но бұнда лучше эсмәске достар. Иначе сдохнете. Бұнда есіләсәк. Это бет. Біз мына эсмәк соған не сдохли. А сейчас камақ бір тут коньки откинули. Блин, достар, как повезло вот кісілерге. Кемдер есе оны ошы ауылда. Қарағы бәлі. Шо текелі мотор орында орналашқан біз бұл ауыл. Ауылдың есімін білмен қайсы. Ол такой белекей гіне. Әлі бір 2 гіне ұрамырсын өте. Прямо көл бойында орналашқан. Өргағында тау бар бітінде. Просто фантастический орын. Капец туристар көп, машиналар көп. Біләгі достар, бұнда қатарны көп. Еще аққоштар кейгендер тоже ялыйтырға. Вообще целые стаялар yürüydüler прямо. Anam derler. Вообще, короче, ne komikler indi. Аслыкуль, между прочим, считается самым большим озером Республики Башкортостан. Но на данный момент у күнден-күн бәліксейлі. Ну, точно Башкортостандың индуры кулы. Зор инде, А ты опять лахан үстеге құрай хамак. А? Дөрес, инзур. Точно? Точно. А ты опять менен көлердер бітәлі. Кстати, достар, біліп қойғыз, бұнда моторный лодкамен ни в коем случае жүрге ярамай. Бұл заповедная зона. Если моторный лодкалармен келхәгіт, көлде жүрхәгіт, оштрафуют. Бұнда вообще қарап қана тұралар енді. Туалеттар бар, оборудованные туалетами. Туалеты, кстати, чистые. Шунан мусорный контейнердар тоже бар. Но если территорияға инеп яутахынкен, платные. Бұл көпітрайдан білмейді, потому что пока охрана келген себе уже қасып қайтып кеттік. Білемейінсен. Слушай, да. Милеша юл бойы жұқпады, қырылдады.
Не, между прочим, музыкальное сопровождение штапан. Сенде менің ұйқы келе башлайды. А, жана, блин. Короче, достар, біз үйге қайтып еттік. Арынық. Вот, ел бойы ұйықтап арқаным маратқан. Так, короче, достар, сейчас будет рубрика рецепты от Альберта. Альберт өзінің рецепттарын әдірлей мына өзінің кухнясында. Ошу аның кухнясы. Ошондай келебенебіз да. Мында бар үстел, скамейка и какой-то бір странный аппарат. Бұл неме деп аталмай, неме деп атала, мен білмеймін. Похож на самогонный аппарат. Бұнда мына рыба коптейді, фу. Түтеген, бұнда мына шашлык жарды, ауыр. И мына qadan қыздырға алған, плов, піштейбіз біз бүгін плов. Мына уже ут яққан, янып ята. Сен давай тура суған, кешер. Доверяю тебе мясо. Бляха, муха, и не местейся. Я готовлю. А? Я готовлю. Что готовишь? Хайрахат, я тоже так умею готовить. Короче, бұл мына овощи меня турарға, значит, да, ит меня турарға, из баранины будем готовить плов. Бұл рахаттан бұлғап қана тұра енді. Получается, шулай, что ли? Да. Да. Сам процесс. Сам не понял. Бысақтарды, как всегда, мен тачиттен білем. Короче, достар, біләсіңбі, что вообще бысақтарды үйде тачиттен мен. Потому что Альберт не умеет точить бысақ. Представляете ма? Все бысаки точу я. Точу. Ну, слушай, вот. Как турарға? Вақытын айтып. Если хин әдірдейхін кән ашарға, значит, хин должен весь үйдің турарға. Артыңдан еуіп кетірге. А хин хитрый білен, мен хинге весь заготовки іштеп берем. Хин бұттайхын, болғайхын да, и все шуңма Аллах аттар. И артыңдан бүтін посуданы мен еуам, өстелді еуам, весь тазартып саған мен. Сенейді сен? А? Где вы взяли этот рецепт, Альберт Наилевич? У бабушки, у дедушки. Кто вас научил готовить такой невкусный плов? Блин, я вообще не сделал. Мина, беширмаға мін, қаралы. Ну где вы взяли этот рецепт плова? Қойда. На широких экранах. Яшлегем шишмалары. Ой, блин. Ақ бұлыттар еді зәңгір көкті, Эх, шоларды тұтып алағы. Уғаның хәдір күйейінді, уже иттәріңді халжинымда. Күймеген соған. Қап-қара бұла уғаның. Кондерға хоқтедіріп қоймағы дәпейге. Сирге отырады. Вот ты, блин, дурочка, Айгуль, совсем что ли ты? Ага. Ай, было это как будто болтами на ваты была, Альберт. Ты что, с ума сошел, что ли? Да. Я сумасшедший. Сумасшедший решил, блин. Офигеть. Был это сака турахина, хандрахна вообще. Антисанитарияла беширахна шарва. А то столовыйларда пішірелер білін, санитарияда білін. Санитарияла, анда вообще все чистенько. Чистенько, кесе кірдің Не батас, мен столовыйда аштадым да, ху? Ну это... Общепита, детское питание. Ну сен детский нашледен. Біздің анда очень строго было с этим, с чистотой. Мгм. Сын, между прочим, вот ты. Хатара-хатай. А что же? Красота. Тәштәр суы қайнап бітті, теперь алабыз. Милеуша мен айтты шулай деп, ал деп. Ну вот это сон күйелең ол. И все, мына мұнда алабыз, құябыз. Крышканы білек, алып құябыз. Чтобы И там и цит. там етсейтсін. Вот молодец. Можно, конечно, молайтыр. Мына құйырға молайтыр. Мына ошылай ғана жағына тұра. Вот, она Қараны что. тепкені. Вот. Вообще шепнема мына достар. Ошо неме деп аталабы, самогонный аппарат. Неме деп аталабы? Смокер. Смокер.
Қазір есіміне тап келе. Самогонный аппарат. Немеге самогонный аппарат деймін, теге вақыт Заки аға келгенде айта. Бұл что за самогонный аппарат деймін. Вот такой красивый плов. Альберт пішірді бүгін. Харып етіңіз. Настоящий плов. Ботқа түгіл. Сейчас будем дегустировать плов от шеф-повара Альберто. Иті қатырақ. Бөші етмаған еті. Азғына. Рисы бітқан. Тудыдырақ. И нифига не жирный. Нормальный. Есть можно, когда голодный. Тәмді. Нық тәмді. Қатар нық тәмді плов тұтар. Просто тіл ютар. Невозможно. Алатмайын. Осын тәмді немеге? Осын тәмді. Капец, қарағат. Офигеть, бұнда мұнсасында какой-то дендрариум. Бұнда yok mu? Бұнда yok. Бұнда бардак какой-то. Короче, әрбесі ештірі керек. И мұнсая қыр керек. Кім есілі мұнса түші хрен поймеш. Все готово. Короче, достар, неприятная новость. Али мен мұнсала отырғанда, меня звонителер бір номердар. Мен трубканы алғайным, меніме инкеде хаулы құраштылар да, и начали кричать: «Хин кута баш! Хин тегілей былай!» деп меня қысқыра баштадылар. По голосам было понятно, что был бала сағалар. Мен просто достар херге хүйләгәнім yok, evet. Көпе менің сообщениялар оскорбляйттылар. Это же просто уму непостижимо. Тоталарда этой до такой степени унижать, до такой степени оскорблять деп ядалар этой. Ну, мен түдемін. Мен больно ирішіп, талашып отырмайым никогда. Мен тотамда блокировать. А потом эти люди удивляются: а что ты нас заблокировала? Мы высказали свое мнение. Какое ты свое мнение высказала? Что я тварь, свинья, жирная, и ты, вообще ненормальная, сумасшедшая, тебе в Базилеевке место? Мин, вот это должна терпеть. Это вот это ваше мнение, что ли? И поэтому Мин блокировать кесарь меня обтравила. А что ты нас заблокировала? Это же наше мнение. Мне ваше мнение не нравится. И такое мнение мне не надо.